Баршаңызға сәлем. Бүгін 6-та 2 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы берілген санның процентін табу. Берілген санның процентін табу үшін бірінші процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеу керек. Екінші, берілген санды осы бөлшекке көбейту керек. 1114 есеп процентін табыңдар. Бірінші 30, 57, 125, 200, 250, 310 сандарының 10%. Екінші 16, 24, 72, 96, 114, 400 сандарының 50%. Үшінші 28, 36, 68, 100, 232, 360 сандарының 25%. Берілген санның процентін табу үшін біз процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеуіміз керек екен. Мұны формуласы тұр. Ендеше біз 30-ның 10%-ін табу үшін 10%-ті 100-ден 10 деп жай бөлшек түрінде жазып аламыз. Енді 30-ды 100-ден 10-ға көбейтсек 3 болады. Яғни бұл жерде нөлдерін қысқарттық. Көбейткіштер болғандықтан 30-дың нөлі менен 100-дың нөлін біреуін қысқарттық. Сонда 10 қалды. Енді 10 мен 10-ды бөлетін болсақ, нөлдерін қысқартамыз, 1 қалады. Ендеше 30-дың 10%-і 3-ке тең екен. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 57-ның 10%-і бұл 57-ні 100-ден 10-ға көбейтеміз, 5,7 болады. 125-дің 10%-і 125-ті 100-ден 10-ға көбейтеміз, бұл 12,5 болады. 200-дің 10%-і 200-ді 100-ден 10-ға көбейтеміз, бұл 20 болады. 250-дің 10%-і 25, 310-ның 10%-і 31. 16-ның 50%-ін табуымыз керек. 50%-і біз 100-ден 50 деп жай бөлшек түрінде өрнектеп алып, 16-ға көбейтеміз. 16-ны 100-ден 50-ға көбейтетін болсақ, 100 бен 50 2-ден 1 болады қысқартқанда. Ал 16-ны 2-ден 1-ге көбейтсек, 16 мен 2 қысқарады, 8-ден болады. Демек 8. 16-ның 50%-і 8, яғни жартысы. 24-дің 50%-і 12-ге тең, 72-ның 50%-і 36-ға тең, 96-ның 50%-і 48-ге тең, 114-дің 50%-і 57-ге тең, 400-дің 50%-і 200-ге тең. Үшіншісі 28-дің 25%-ін табуымыз керек. 25%-і біз 100-ден 25 деп жазып, 28-ді 100-ден 25-ге көбейтеміз. Бұл 7 болады. Яғни 100 бен 25-ге қысқарады, 25-ге 1-ден 100-ге 4-ден болады. Сонда 4-ден 1, 28 4-ден 1-ге көбейтсек 7-ге тең. Қалғандарында дәл осылай жалғастырамыз. 36-ның 25%-і 9-ға тең, 68-дің 25%-і 17-ге тең, 100-дің 25%-і 25-ге тең, 232-ның 25%-і 58-ге тең, 360-ның 25%-і 90-ға тең болады. Мән беріп қарасақ, 25% деген сөз бұл санның 4-тен 1 бөлігі. 1115 есеп. Бірінші, құлпынайдың 6%-і қант 35 килограмм құлпынайда неше килограмм қант бар? Екінші, картоптың 18%-і крахмал, 25 килограмм картопта неше килограмм крахмал бар? Есептің берілгенін жаза аламыз. Құлпынайдың 6%-і қант, 35 килограмм құлпынайда неше килограмм қант бар екенін табу үшін біз 35-ті 6%-ке көбейтеміз. 6%-і біз 100-ден 6 деп жазып аламыз. Демек, 35-ті 100-ден 6-ға көбейтетін болсақ, 2,1 килограмм болады. Бұл жерде есептеу жолы толық көрсетілді. Демек, жауабы 35 килограмм құлпынайда 2,1 килограмм қант бар. Екіншісінде дәл солай берілген жаза аламыз. Картоптың 18%-і крахмал болса, 25 килограмм картопта неше килограмм крахмал бар екенін есептеуіміз керек. Ол үшін біз 25 килограммды 18%-ін табуымыз керек. Ал санның процентін табу үшін біз санды жай бөлшекпен өрнектейміз. Яғни 100-ден 18 деп жазып, 25-ке көбейтеміз. Бұл 4,5 килограмм болады. Демек, жауабы 25 килограмм картопта 4,5 килограмм крахмал бар. 1116 есеп. Бірінші, шиеден қайнатылған тосаптың 40% шие, қалғаны қант. 8 килограмм шие тосабының неше килограммы қант? Екінші, теңіз суының 95% ғана таза су, қалғаны тұз. 6 тонна теңіз суында қанша тұз бар? Бірінші есептің берілгенін жаза аламыз. Бұл жерде тосаптың 40% шие, қалғаны қант деп жатыр. Ендеше тосаптың барлығын 100% десек, 40%-ін азайтып тастасақ,
қалғаны 60% болады. Демек, шие тосабының 60% қант екен. Ендеше 8 килограмм шие тосабында неше килограмм қант бар екенін табу үшін 8 килограммды 60-ға көбейтеміз. Бұл 60%-ке көбейтеміз. Сонда 8 килограммды көбейтуіміз керек 100-ден 60-ға. Бұл 4,8 килограмм болады. Демек, жауабы 8 килограмм шие тосабының 4,8 килограммы қант. Ал енді теңіз суының 95% ғана таза су дейді. Қалғаны тұз екен. Демек, барлығы 100% десек 95% азайтамыз. 5% тұз екен. Ендеше 6 тонна теңіз суында қанша тұз бар екенін табу үшін 6 тоннаны біз 5%-ке көбейтеміз. Яғни 5%-те қанша тұз бар екенін табу үшін 6 тоннаны 100-ден 5-ке көбейтсек 0,3 тонна болады. Демек, жауабы 6 тонна теңіз суында 0,3 тонна тұз бар. 1117 есеп. Сыныпта 30 оқушы бар. Математикадан бақылау жұмысын сынып оқушыларының 20% 5-ке жазды, 50% 4-ке жазды. Сыныптың неше оқушысы бақылау жұмысын 5 пен 4-ке жазды? Берілген жазаламыз. Барлығы 30 оқушы екен. Сыныпта 5-ке 20% жазды, 4-ке 50% жазды. 4 пен 5-ке неше оқушы жазғанын анықтау үшін біз бірінші шешуін орындау үшін 4 пен 5-ке жазған оқушылардың процентін анықтаймыз. Яғни 20-ға 50-ді қосамыз, бұл 70% болады. Енді 30 оқушының 70% қанша болатынын табу үшін 30-ды біз 100-ден 70-ке көбейтеміз, бұл 21 болады. Демек, жауабы 4 пен 5-ке 21 оқушы жазды. 1118 есеп. А санының процент саны болатын Б санын тауып, кестені толтырыңдар. Демек, біз А санының проценті болатын Б санын табуымыз керек. Ол үшін формуладан пайдаланамыз. А-ның орнына бірінші 15-ті қоямыз. Көбейту П деп П-ның орнына біз бұл жерде 8-ді қойып орындаймыз. Кейінгісінде дәл солай жалғастырамыз. Демек, 15-тің 8%-ін есептеп табатын болсақ, бұл 1,2-ге тең. Оны мына жерге жазып қойдық. 80-нің 40% 32-ге тең. 120-ның 75% 90-ға тең. 7,15-тің 20% 1,15-ге тең, 9,16-ның 50% 4,18-ге тең, 15-ден 8-дің 75% 0,4-ге тең. Есептеп, Б санының нешеге тең екенін мен қызыл сиямен жазып қойдым. 1119 есеп. Бұйымның бағасы 12%-ке қымбаттады. Егер осы бұйымның алғашқы бағасы бірінші 2000 теңге, екінші 5000 теңге, үшінші 8000 теңге болса, оның қымбаттаған бағасы неше теңге? Есептің шешуін орындаймыз. Демек, бұйымның бағасы бастапқыда 100% десек, 12%-ке қымбаттаса, ол 112% болады. Демек, алғашқы бағасы 2000 теңге болса, 2000 теңгенің 112%-ін табатын болсақ, есептеп 2240 теңге болды. Ал екінші 5000 теңгенің 112% 5600 теңге. Үшінші 8000-ның 112% 8960 теңге. Бұл бағалар қымбаттаған бағасы. 1120 есеп. Мұздатқыштың бағасы 15%-ке арзандатылды. Егер мұздатқыштың алғашқы бағасы бірінші 58 теңге, екінші 62 теңге, үшінші 70 теңге болса, оның арзандаған бағасы неше теңге? Бұдан алдыңғы есепте қымбаттаған еді, біз сонда барлық бағасына, яғни 100%-ке қосқан едік. Енді бұл жерде арзандайтын болса, 100%-тен азайтамыз, яғни 15%-ке арзандалған. Ендеше 100-ден 15 азайтсақ 85% болады. Енді біз сондағы бірінші 58 теңге болған алғашқы бағасы, мұздатқыштың бағасы арзандағаннан кейін қанша болғанын есептеп табамыз. Ол үшін 58-ді 100-ден 85-ке көбейтеміз. Бұл 49300 болады. Демек, 15%-ке арзандағаннан кейін 49300 теңге екен. Екінші, бастапқы бағасы 62000 теңге болса, арзандатылғаннан кейін ол 52700 теңге болыпты. Ал үшінші, бастапқы бағасы 70000 теңге болса, 15%-ке арзандаған кезінде, яғни 100-ден 85-ке көбейтеміз, бұл 59500 теңге болыпты. 1121 есеп. Берілген шаманың процентін табыңдар.
Бірінші 3,2 метрдің 8,6 дециметрдің 6,4 сантиметрдің 35%. Екінші 9 тоннаның 710 килограмның 180 грамның 62%. Демек, 3,2-ның 35%-ін есептейміз. Ол үшін жай бөлшек түрінде өрнектеп аламыз. 100-ден 35 деп 3,2-ның 100-ден 35-ке көбейтсек, бұл жерде көбейтілген ықшамдаған жолдарын толық көрсеттім. 1,112 метр болды. Ал 8,6 дециметрдің 35%, 3,1 дециметр болды. 6,4 сантиметрдің 35%, 2,124 сантиметрге тең. Екінші 9 тоннаның 62%-ін табамыз. Ол үшін 9-ды 100-ден 62-ге көбейтеміз. Бұл 5,158 тонна болады. 710-ның 62%, 440,2 килограмм. 180 грамның 62%, бұл 111,6 грамм болады. 1122 есеп. Санның процентін табуды микрокалькуляторда орындаңдар. Бірінші 970-дің 25%-ін, 310-ның 16%-ін, 220-ның 18%-ін табыңдар. Екінші 36 санынан 15%-ке, 20%-ке, 30%-ке артық санды табыңдар. Үшінші 120 санынан 10%-ке, 25%-ке, 30%-ке кем санды табыңдар. Бірінші санның берілген процентін табамыз, яғни 970-дің 25%-ін табу үшін біз бірінші оны ондық бөлшек түрінде өрнектеп, жай бөлшек түрінде өрнектеп, одан кейін ондық бөлшек түрінде өрнектедік. Демек 900-ді 0,125-ке көбейтсек 242,5 болады. Яғни 970-дің 25% осыған тең. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. 310-ның 16% 49,6 болады. Ал 220-ның 18% 39,6-ға тең. Екінші, бізде 36 санынан 15%-ке, 20%-ке, 30%-ке артық санды табуымыз керек. Бірінші 15%-ке артық болатын болса, 100-ді 15-ке қосамыз. Яғни санның өзін 100% десек, 15%-ке артық санды табу үшін 15-ді қосамыз. Сонда 115 болады. Енді 36-ның 115%-ін есептейтін болсақ, бұл 41,4-ке тең болады екен. Енді 20%-ке артығын табу үшін 100-ге 20-ны қосамыз, 120% болады. 36-ның 120% бұл 43,2 болады. Ал енді 30%-ке артық болса, 100-ге 30-ды қосамыз, бұл 130 болады. Демек 36-ның 130% 46,8-ге тең. Үшіншіде берілген саннан 10%-ке, 25%-ке, 30%-ке кем санды табыңдар деген. Кем болғандықтан барлық санды 100% деп алсақ, берілген санды 10%-ке кем болса, одан 10% азайтамыз, 90% болады. Сонда 120 санының 90% 108. Ал енді 120 санының кейінгі 25%-ке кіші санды табуымыз үшін одан 100-ден 25 азайтамыз, бұл 75 болады. Сонда 120-ны 75-ке көбейтсек 90. Демек 120-ның 25%-ке кем санымыз бұл 90-ға тең екен. Ал одан кейінгісі 220 30%-ке кем сан табуымыз керек 120-дан. Енді 100-ден 30 азайтатын болсақ 70% болады. 120-ны 70-ке көбейтсек 84, яғни 120-ның 70% 84 екен. 1123 есеп. Есептеңдер. Кестеде берілген өрнектің жауабымен бір бағанға өрнектің тұсындағы әріпті қойыңдар. Сонда орыстың тұңғыш арифметика, яғни есептеу ғылымы атты оқулығының авторы кім екенін білесіңдер. Берілген өрнекті есептейміз. Бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 5,123-ке 6,147-ні қосатын болсақ, 11,7, оны 78-ге бөлсек 0,115 болады. Бұл 0,115-іміз Г әрпіне дұрыс келеді. Демек біз кестедегі 0,115-дің астына Г әрпін жазамыз. Қалғандарында дәл солай жалғастырамыз. Екінші өрнегімізді 6,151-ден 4,116-ны азайтамыз. Бірінші жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 2,135 болады. Енді оны 0,147-ге бөлсек 5. Үшінші 7,128-ді бөлуіміз керекін 4,165 пен 3,174-дің айырмасына.
Жакшанын ичиндеги амалды орундайбыз. Биринчи 7,128-дің өзүн жазып бөлүү деп азайтканда 0,191 болот. Оны 7,128-ди бөлөтүн болсак, осы 0,191-ге 8-ге тең. Кийинки амалдарыбызды дәл осулай жалгасып барады. 6,143-тү 100-ге көбөйтсек 643. Одан кийинки 9,107-ден 3,191-ди азайтып 0,125-ге көбөйткөндө 1,129 чыгат. Және 7,174-тү 5,116-га бөлсек 1,15 болот. Оны 10-га көбөйтсек 15-ге тең. Одан кийин 9,15-ти 3,154 мен 1,146-нын косунтусуна бөлөтүн болсак, 9,15-ти 5-ге бөлсек 1,9 экен. Кийинки эң соңку өрнегибиз биринчи жакшанын ичиндеги бөлүү амалын орундап, одан кийин көбөйтүп орундайбыз. Бунун маани 2,121-ге тең. Эndi осы мәндердин баарын ар кайсынын өзүнүн туурайына әриптерин коебуз. 2,121-дин туурайына энди жазабыз. Міне жазып койдум. Демек баардыгын жазып чыктык ордуна. Сонда Магнитский деген сөз пайда болду. Бул орустун туңгуш арифметика, яғни эсептөө кылымы аттуу окуулугунун автору Магнитский экенин билдик. 1124 эсеп. Багасы 420 теңге оюнчук машинелер 15%-ке арзандатылып сатылды. Балалар бакчасы 7 оюнчук машинени арзандатылган бага менен сатып алса, нече теңге үнөмдөлөдү? Демек, машинени 420 теңге турган, оны 100% деп аламыз 420 теңгени. Енді 15%-ке арзандатылса, неше процент болгонун табамыз. Ол үчүн 115 азайтсак 85% болот. Енді 420 теңгенин 85%-ин эсептеп табатын болсак, бул 357 теңге болду. Демек, 357 теңгеге 15%-ке арзандатылгандан кийин багасы, машиненин багасы осы болду. Енді 420 теңгеден 7 машина сатып алганда 2940 теңге болар еді. Бирок олар арзандатылган бага менен сатып алды. Сонда 357 теңгеден теңге менен 7-ни көбөйтөбүз. Бул 2499 болот. Бул арзандатылган багасы. Енді бастапкы багасы менен эсептегенден арзандатылган бага эсептелгенин азайтсак 441 теңге болот. Демек, жообу булар 441 теңге үнөмдөдү. 1125 эсеп. Тик төртбурчтун ени 6 см, узундугу одан 75% узун. Тик төртбурчтун ауданын табыңдар. Бизге ени белгиле, яғни бу 6 сантиметрге тең, ал узундугу одан 75%-ке узун экен. Және осы тик төртбурчтун ауданын эсептөөбүз керек. Биринчи биз узундугун тауып аламыз. Узундугун табатын болсак, 6 сантиметр 100% десек, 75% узун болатын болса, ол А болады. 100-ге 75-ти косамыз, бул 175%. Бул узундугунун, тик төртбурчтун узундугунун узун өлчөмү. Енді 6-нын 175%-ин табатын болсак, 6-ны 100-ден 175-ке көбөйтөбүз. Бул 10,5 сантиметр болот. Демек, тик төртбурчтун узундугу осуга тең экен. Енді ауданын табуу үчүн узундугу менен энин көбөйтөбүз, яғни 10,5-ти 6-га көбөйтөбүз. Бул 63 сантиметр квадрат болот. Демек, жообу тик төртбурчтун ауданы 63 сантиметр квадрат. 1126 эсеп. Коланын 85% мыс, калганы калайы. 5 килограмм коланын курамындагы мыс калайыдан нече килограмм артык? Демек, коланын өзүн 100% деп алатын болсак, onun 85% мыс экен, калганы калайы дейт. Демек, 100-ден 85 азайтсак 15% болот. Бул калайынын өлчөмү. Сонда 5 килограмм коланын курамындагы мыс калайыдан нече килограмм артык экенин табуу үчүн биз биринчи калайынын массасын тауып аламыз. 5-ти 100-ден 15-ке көбөйтүп, бул 0,175 килограмм болот. Енді мыстың массасын өлчөйтүн болсак, осудагы курамында канча экенин табатын болсак, 5 килограммды 100-ден 85-ке көбөйтүп, 4,125 килограмм экенин таптык. Енді осы мыстың салмагынан 4,125-тен 0,175 азайтсак, сонда 3,15 чыгат экен. Сонда 5 килограмм коланын курамындагы мыс калайыдан 3,15 килограмм артык экен. 1127 эсеп.
АБ қабырғасының ұзындығы АБС үшбұрышы периметрінің 35%-іне, ал БС қабырғасының ұзындығы 25%-іне тең. Егер АБС үшбұрышының периметрі 24 см болса, оның АС қабырғасының ұзындығы неше сантиметр? Есептің берілгенін жазып аламыз. Периметр 24 см-ге тең екен. Ал АБ қабырғасы периметрдің 35%, БС қабырғасы 25% екен. Біз АС қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. Бірінші АБ қабырғасының ұзындығын табамыз. Ол периметрдің 35%-іне тең еді. Сонда 24-ті 100-ден 35-ке көбейтіп, АБ қабырғасының ұзындығы 8,4 см екенін табамыз. Ал БС қабырғасының ұзындығы оның 35%-іне тең еді периметрдің. Демек, периметрді біз 100-ден 25-ке көбейтеміз. Сонда 6 см. АБ және БС қабырғалары белгілі болды. Үшбұрыштың периметрі үш қабырғасының қосындысына тең болады. Сонда бізде бұл жерде периметр және екі қабырғасының ұзындығы белгілі. Енді үшінші қабырғаны табу үшін периметрден бағанағы тапқан АБ және БС қабырғаларының қосындысын азайтамыз. Яғни АБ-ны және БС-ны периметрден азайтамыз. 24-тен 8,4 және 6-ны азайтсақ 9,6 см болады. Демек, жауабы АС қабырғасының ұзындығы 9,6 см. 1128-ші есеп. Ауылдағы 620 үйдің 80%-інде ит бар, 50%-інде мысық бар. Ауылдағы неше үйде ит те, мысық та бар? Демек, 620 үйдің 80%-інде ит бар болса, біз осы 80%, 620-ның 80%-ін табуымыз керек. Ол үшін 620-ны 100-ден 80-ге көбейтеміз. Бұл 496 болады. Демек, 496 үйде ит бар екен. Ал 50%-інде мысық бар деген 620-ның 50%, яғни оны есептемей тапсақ та болады, бірақ 620-ның жартысы 310 болады. 50%-ін табу үшін 100-ден 50-ге көбейтеміз 620-ны. Сонда 310 болады. Демек, 310 үйде мысық бар екен. Енді ауылдағы неше үйде ит те, мысық та бар дейді. Соны табу үшін біз, демек, ит мұны Эйлер Вен дөңгелегінен пайдаландық. 496 үйде бар болса, мысық 310 үйде бар екен. Енді неше үйде әрі ит, әрі мысық бар екен табуымыз керек. Оны біз x деп аламыз да, осылай қосып жазамыз. 496-ға 310-ды қосып, x-ті азайтамыз. Бұл 620 болады. Демек, x-ті 496-ға 310-ды қоссақ 806 болады. Одан 620-ны азайтсақ 186 шығады. Демек, жауабы ауылдағы 186 үйде ит те, мысық та бар. 1129-ші есеп. Банкке 5% жылдық өсіммен 3.750.000 теңге салынды. Банкке салынған ақша бір жылдан соң неше теңге болады? Демек, біз әуелі бір жылдағы 5% 3.750.000-ның 5% қанша болатынын тауып алуымыз керек. Ол үшін 3.750.000-ды 100-ден 5-ке көбейтеміз. Бұл 187.500 теңге болады. Енді 3.750.000 теңгеге осы 187.500-ді қосамыз. Бұл 3.937.500 теңге болады. Демек, жауабы бір жылдан соң 3.937.500 теңге болады екен. 1130-ші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы 20%-ке кеміді. Оның ауданы өзгермеу үшін ені неше процентке ұзарту керек? Демек, тік төртбұрыштың ұзындығы 20%-ке кемді. Оның ауданы өзгермеу үшін ені неше процентке ұзарту керек дейді. Өзі тік төртбұрыштың ұзындығыны 100% десек, одан 20%-ке кемітетін болсақ 80% қалады. Сонда А-ның 80%-ін табу үшін біз А-ны 100-ден 80-ге көбейтеміз. Бұл 0,8 А болады. Енді ені неше процентке ұзарту керек дейді. Яғни ауданы өзгермеу үшін дейді. Яғни бұны табамыз. Бұл жерде А-ны Б-ға көбейткенде 0,8 А менен X Б-ға тең болу керек. Яғни өзгермеу керек қой. Сонда X-ті табатын болсақ, мұны А мен Б-ларды қысқарттық. X-іміз тең болады 1-ді 0,8-ге бөлінген. Яғни 1,125-ге. Ал енді біз 1,125-тің 100%-ы бұл 125% болады. Демек, 125-тен 100-ді азайтатын болсақ 25% болады.
Демек жауабы тіктөртбұрыштың ауданы өзгермеу үшін енін 25%-ке ұзарту керек екен. 1131 есеп. Райхан 145 санын 60%-ке арттырып, оның 25%-ін есептеп тапты. Райхан қандай санды есептеп тапты? А нұсқа 58, Б нұсқа 42, С нұсқа 52, Д нұсқа 49. Демек 145-тің 60% арттырған. Ендеше 145-ті 100 десек, 60% қосатын болсақ, 160% болады. Енді осы 145-тің 160%-ін есептейміз. Бұл 232-ге тең. Енді осы 232-ні 25%-ін есептеп тапқан. Ол үшін тағы да 232-ні 100-ден 25-ке көбейтеміз. Сонда 58 болады. Демек жауабы Райхан 58 санын есептеп тапты, яғни А нұсқа. 1132 есеп. Бақтағы нарғыз гүлі раушан гүлінен 20% кем, ал жасмин гүлі нарғыз гүлінен 25% кем. Бақтағы жасмин гүлі раушан гүлінен неше процент кем? Бірінші берілген жазаламыз. Раушан гүлін 100% деп алатын болсақ, нарғыз гүлі одан 20% кем болып тұр ғой. Сонда 80% болады. Енді нарғызды табатын болсақ, раушан гүліні 100-ден 80-ге көбейтеміз. Бұл 0,8 раушан болады. Енді жасмин гүлі нарғыз гүлінен 25%-ке кем екен. Ендеше нарғызды 100% деп алсақ, жасминді 25% кем болса 75% деп аламыз. Ал жасминді есептеп табамыз. 100-ден 75-ті нарғызға көбейтеміз. Бұл 0,175 нарғыз болады. Енді нарғыздың орнына мына 0,8 раушанды қоямыз. 0,175-ге 0,8 көбейтсек, 0,16 раушан болады. Енді жасмин гүлі мен раушан гүлін көреміз. Раушан гүлі 100% болса, жасмин гүлі 0,16 раушанға тең болды ғой. Енді бұның 100%-і 60% болады. Ендеше раушан 100% болса, жасмин 60% екен, 100-ден 60 алатын болсақ, 40%-ке кем болады. Демек жауабы жасмин гүлі раушан гүлінен 40%-ке кем. 1133 есеп. Квадрат пен үшбұрыштың ауданы 15 см квадрат. Квадраттың ауданы үшбұрыштың ауданынан 50% артық. Квадраттың қабырғасының ұзындығы неше сантиметр? Демек сызып қойдық. Мұны квадрат пенен үшбұрышты екеуінің ауданы 15 см квадрат екен. Бірақ квадраттың ауданы үшбұрыштың ауданынан 50% артық дейді. Ендеше үшбұрыштың ауданы 100% деп алсақ, квадраттың ауданы 150% дейміз. Бұлымыз үшбұрыштың ауданы x дейтін болсақ, квадраттың ауданы 1,5 x дейміз. Енді 1,5 x-ке x-ті қоссақ 15 болу керек екен. Екеуін қосатын болсақ 2,5 x тең 15-ке тең болады. X табатын болсақ, 15-ті 2,15-ке бөлеміз. X-іміз 6 см квадратқа тең. Бұл үшбұрыштың ауданы. Енді квадраттың ауданы табатын болсақ, осы 6 см квадратты 1,15-ке көбейтеміз. Бұл 9 см квадрат болады. Енді осы квадраттың ауданы белгілі болды, яғни 9 сантиметріміз, а квадрат тең 9 дейтін болсақ, а тең болады сонда 3 сантиметрге. Демек жауабы квадраттың қабырғасының ұзындығы 3 сантиметрге тең. 1134 есеп. Назерке бөлмеге қою үшін гүл салынған 5 гүл салғыш әкелді. Ол бөлменің әрбір қабырғасының тұсына 2 гүл салғыштан қойды. Назерке гүл салғыштарды қалай орналастырды? Демек, мына бөлме болса, әрбір бөлменің әрбір қабырғасының тұсына 2 гүл салғыштан қойған. Сонда 5 гүлді қалай орналастырған көрсеттік. Мына қабырғаға мына жерге 2-ін орналастырдық. Ал мына жерге де 2-ін қойдық. Сонда мына жерге де 1 қойсақ, мына 2-і тұспа-тұс келіп тұр. Сонда бұл қабырғада да 2, ал мына қабырғада да 2 болып тұр.
Жай проценттік өсімде әрбір реттегі проценттік өсім шаманың алғашқы мәнінен есептелінеді. 1135 есеп. Жай проценттік өсім формуласын пайдаланып есептеңдер. Банкке айына P проценттік өсіммен S теңге ақша салынды. Банкке салынған ақша N айдан соң неше теңге болады? Мұндағы P 3-ке тең, S 2 миллион теңге, N 4-ке тең. Екіншісінде P 8-ге, S 3 миллион теңгеге, N 3-ке тең. Жай проценттік өсім формуласы мына жерде берілген, яғни SN тең S көбейтілген болады. Жақшаның ішінде бір қосу PN бөлінген 100. Егер осы формуланы банкке салынған ақшаның өсіммен есептелген мәнін табуға пайдалансақ, S банкке салынған ақша болады. P проценттік өсім саны, N ай жыл саны, SN өсіммен есептелген соңғы ақша. Демек, біріншісін орындаймыз. P 3-ке тең, S 2 миллионға тең, N 4-ке тең екен. Мына формуладан пайдаланып орындаймыз. Формуланың орнына қоямыз. S-тің орнына 2 миллион теңгені қоямыз. Көбейту деп жақшаның ішінде бір қосу. P-ның орнына 3, N-ның орнына 4-ті қоямыз. Яғни N бұл жерде ай немесе жыл саны ғой, сондықтан 4-ті қойдық. Ал мынау формуладағы 100. Енді жақшаның ішін орындап аламыз. 3-ті 4-ке көбейтсек 12, ал 12-ні 100-ге бөлсек 0,100-ден 12 болады. Жазып қойдық. Демек, бірге қосамыз 0,100-ден 12-ні тең дейміз. Енді есептейтін болсақ 2 миллион теңгеден 2 миллион теңгені көбейтеміз 1,100-ден 12-ке. Бұл 2 миллион 240 мың теңге болады. Енді екіншісін орындаймыз. P 8-ге тең, S 3 миллион теңге, N 3 екен. Формулаға қойып орындадық. 3 миллион көбейту, жақшаның ішінде бір қосу, 8 көбейту 3 бөлінген 100. 8-ді 3-ке көбейтсек 24, 24-ті 100-ге бөлсек 0,100-ден 24 болады. Оған 1-ді қоссақ 1,100-ден 24. Енді 1,100-ден 24-ті 3 миллионға көбейтсек 3 миллион 720 мың теңге екен. 1136 есеп. Банкке 7% жылдық өсіммен 4 миллион 800 мың теңге салынды. Банкке салынған ақша 2 жылдан соң неше теңге болады? Жоғарыдағы формулаға қойып есептейміз. Бұл жерде P 7-ге тең, S 4 миллион 800 мың теңге, N 2 болады. Яғни 2 жылдан кейін деп тұр ғой. Ендеше формуланы жазып қойдық. S-тің орнына 4 миллион 800 мың теңгені қойдық. P-ның орнына 7-ні, N-ның орнына 2-ні қойып есептейміз. 7-ге 2-ні көбейтсек 14, оны 100-ге бөлсек 0,100-ден 14 болады. Оған 1-ді қоссақ 1,100-ден 14, 4 миллион 800 мыңды 1,100-ден 14-ке көбейтсек 5 миллион 472 мың теңге. Бұл банкке салынған ақша 2 жылдан соң осынша болды. 1137 есеп. Әрбір гектардан бірінші жылы 75 центнер картоп жиналса, екінші жылы одан 20% артық жиналды. Үшінші жылы екінші жылғаға қарағанда 15%-ке артық картоп жиналды. Әрбір гектардан үшінші жылы неше центнер картоп жиналды? Берілген жазып аламыз. Бірінші жылы 75 центнер, екінші жылы одан 20% артық деп белгілеп қойдық. Үшінші жылы осы бірінші және екінші жылғаға қарағанда 15% артық жиналған. Есептің шешуін орындаймыз. Бірінші біз 75 центнердің 20%-ін тауып, екінші жылы қанша центнер алғанын табуымыз керек. Ол үшін 75-ті 100-ден 20-ға көбейтеміз. Бұл 15 центнер болады. Демек 20%-і 15 центнер болса, енді 75-ке 15-ті қосамыз, сонда 90 центнер болады. Бұл екінші жылы жиған картоп. Енді осы бірінші және екінші жылғының 15%-ін табу үшін біз осы 90 центнердің 15%-ін тауып алуымыз керек. Бұл 13,5 центнер болады. 13,5 центнер 90-ға қосатын болсақ, 103,5 центнер. Бұл үшінші жылы жиған картоп. Демек, жауабы үшінші жылы 103,5 центнер картоп жиналды. 1138 есеп. Саяхатшылар межелеген 180 километр қашықтықтың 40%-ін автомашинемен, ал қалған қашықтықтың 95%-ін мотоциклмен жүрді. Одан қалған жолды орман ішімен өтетін болғандықтан жаяу жүрді. Саяхатшылар неше километр қашықтықты жаяу жүрді? Тәптерге сызбасын сызып алдық. Бірінші А қашықтық 180 километр қашықтық болады. Жалпы барлығы.
осының 40%-ін автомашинамен, ал қалған қашықтықтың 95%-ін мотоциклменен, одан кейін қалған қашықтықты 100% деп алсақ, қалған жолды орман ішімен өтетін болғандықтан жаяу жүрді дейді. Демек, жаяу жүрген 5%. Қанша километр жер қашықтықты жаяу жүргенін анықтау үшін біз бірінші 180-нің 40%-ін есептеп аламыз. Яғни 180-ді 100-ден 40-қа көбейтетін болсақ, 72 километр болады. Енді 180-нен 72-ні азайтамыз. Бұл 108 километр болады. Бұл 108 километрі автомашинамен жүрген жолдары. Демек, осы 108-108-ді біз 100% деп алсақ, одан 95%-ын азайтып тастаймыз. Яғни 108-ді 100-ден 95-ке көбейтетін болсақ, 102,6 километр болады. Яғни 108-дің 95%-ы 102,6 километр. Ал енді қалғанын табу үшін 108-ді 102,6 азайтамыз. Сонда 5,4 километр болады. Ендеше жауабы: саяхатшылар 5,4 километр қашықтықты жаяу жүрді. Әңгімедегі сөздердің 35%-і етістіктер. Ондағы зат есімдер етістіктердің 80%-індей, ал сын есімдер зат есімдердің 75%-індей. Қалғаны әртүрлі сөз таптары. Әңгімедегі сөздердің неше проценті әртүрлі сөз таптары. Енді бірінші әңгімені 100% деп алатын болсақ, етістік оның 35% екен. Демек, етістік қанша екенін тауып алу үшін біз әңгімені осы 100-ден 35-ке көбейтеміз. Бұл 0,135 әңгіме болады, яғни 35% екен. Енді зат есімдердің қанша екенін табу үшін ол осы етістіктердің 80%-дай дейді. Етістікті 100% деп алатын болсақ, зат есімді 80 дейміз. Сонда етістікті 100-ден 80-ге көбейтеміз. Етістіктің орнына мына жердегі 35%, яғни 0,135 әңгімені қойып жазып орнына қоямыз да, сонда 100-ден 80-ге көбейтсек 0,128 бөлігі болады әңгіменің. Бұл 28% құрайды. Ал енді сын есімді есептейтін болсақ, бұл зат есімдердің 75%-дай дейді. Ол барлық әңгіменің неше пайызын құрайтынын табу үшін біз мына жердегі зат есімнің орнына зат есімнің 0,128 бөлігін қоямыз әңгіменің. Яғни зат есім осыған тең болған еді ғой. Соны қойып 100-ден 75-ке көбейтеміз. Бұл 0,121 бөлігі болады әңгіменің, яғни 21% болады. Енді әртүрлі сөз таптары, қалғаны әртүрлі сөз таптары еді. Соны табу үшін біз, яғни әңгіменің барлығын біз 100% деп білсек, 35% етістіктер, 28% зат есімдер, 21% сын есімдер, осыларды азайтамыз. Сонда 16 қалады. Демек, жауабы сөздердің 16% әртүрлі сөз таптары екен. 1140 есеп, есептеңдер. Есептің берілгенін жазып аламыз, яғни амалды жазып, және орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым. Бірінші жақшаның ішіндегі амал орындалады, екінші бөлу, одан кейін көбейту, үшінші қосу амалын орындаймыз. Осылар тәртібімен орындап барамыз. 3,165-ті 2,4-тен 3-ке азайтатын болсақ, бұл 0,110-нан 9-ға тең болады. Азайту жолдарын толық жазып қойдым, қалай қысқартып келіп шыққанын. Одан кейін екінші осы 0,9-ды 3-ке бөлеміз, бұл 0,3 болады. Енді үшінші мына 40-тан 17-ні 12-ке көбейтеміз, бұл 5,1 болады. Енді 0,3-ті осы 5,1-ге қоссақ, 5,4-ке тең. Өрнектің мәні 5,4-ке тең екен. Екінші өрнекті де дәл солай орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым, және осы орындалу тәртібі бойынша орындап бардық та, өрнектің мәні 15-ке тең болды. Үшінші өрнекті де дәл солай орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым, сол тәртіп бойынша орындап жазып шықтық. Үшінші өрнектің мәні 8-ден 3-ке тең болды. Өз беттеріңізше орындап тексеріп көрсеңіздер болады. Бұл жерде орындалу жолы толық көрсетілген. Төртіншісінде дәл солай орындадық. Орындалу тәртібін жазып қойдым. Бірінші жақшаның ішінде көбейту амалы, одан кейін азайту амалы, үшінші мына бөлу амалы, төртінші бірінші тұрған бөлу амалы, бесінші азайту амалы орындалды. Орындалу жолын толық жазып қойдым, және бұл өрнектің мәні 4,15-ке тең.
1141 есеп акт көздерін пайдаланып жер беті ауданын миллион километр квадрат есебімен жазып алыңдар. Жер беті ауданның 71%-ін су алып жатыр. Жер бетіндегі құрлықтың ауданын есептеп табыңдар. Демек, жердің бетінің ауданын жазып аламыз. Жердің ауданы 510 миллион 100 мың километр квадратқа тең екен. Енді 71%-ін су алып жатыр дейді. Демек, құрлығы қанша екен табу үшін жердің ауданын біз 100% десек, одан 71-ді азайтамыз, бұл 29% болады. Құрлық бұл 29% екен. Осы 510 миллион 100 мыңның 29% қанша екенін табу үшін біз 510 миллион 100 мыңды 100-ден 29-ға көбейтеміз. Бұл 147 миллион 929 мың километр квадрат болады. Демек, жауабы құрлықтың ауданы 147 миллион 929 мың километр квадрат. Осымен бүгінгі 6-да 2-ші сабақтың есептері толық орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.